Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін асқабақ пен жанға қосылған синнабон дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ашытқысын дайындап аламыз. Жылы суымызға 2 ас қасық қант және де 2 ас қасық дрожжымызды қосып, бәрін жақсылап араластырып, шетке дайындап қоямыз. Енді алдын ала жуып, сыртын қабығын алып, асқабағымызды духовкада пісіріп алдық. Енді погружной блендермен езіп пюре жасап аламыз. Осы пюремізге сәл тұз қосып, және де жаңа өзіміз дайындаған ашытқымызды қосамыз. Қант саламыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз және сүтімізді қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды, електен өткізілген ұнымызды 2 бөліп салып, араластырамыз. Міне осындай жұмсақ қамыр болу керек. Сыртын пищевой пленкамен жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін міне біздің қамырымыз көтеріліп дайын болды. Қамырымызды енді тегістеп жайып шығамыз. Жайып алғаннан кейін арасында толық сары маймен жағып шығамыз. Үстіне қант себеміз және де корица себеміз. Корица, қант, яғни өз қалауларыңызша себесіздер. Және де жаңғақты сеуіп шықтым. Бәрін жақсылап ораймыз. Орап, бірдей етіп, теңдей 9 бөлікке бөлдім. Бірдені формамызға салып, 200 градуста ысып тұрған пешке 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Сыртын шоколадпен және де жаңғақпен безендіріп шықтым. Әсемдеу өз қалауларыңызша, яғни креммен де әсемдесеңіздер болады. Міне біздің асқабақпен жаңға қосылған ағзаға өте пайдалы синнабонымыз дайын болды. Асқабақтың дәмі мүлдем білінбейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Қолдауларыңызды күтемін. Назарларыңызға көп рахмет.